Барлықтарына сәлем. Осы видеода сіздерге екі стратегияны көрсететін боламын. Бұл табыс как раз таки сол стратегиялардың арқасы. Видео басламай тұрып, достар, біздің телеграм каналына қосып кетіңіздер. Сілтемесі осы видеоның астында болады міне осындай, және бізде биноман сілтемесі тоже тұр. Телеграм каналда сіздер менің сделкаларымды тегін түрде қайталап табыстап алатын боласыздар. Практикаға бұл өте ыңғайлы. Мысалы үшін евро МХН 22.30 үстіге сіздер сол валютный параны ашып, үстіге де сделка ашып, менің сделкаларымды қайталайтын боласыздар. Итак, стратегияға көштік. Бізге біріншіден керек TradingView сайты. Бұл сайт тек қана анализ жасауға арналған сайт, бұл ешқандай брокер емес. В принципе, қараңыздар, мен де қазір ашып қоямын, допустим, AUD, қараңыздар, мен қазір AUD CAD валютасын ашып қойдым. Тура соны мен TradingView'да ашатын боламын. Мына жерге поискқа жазасыздар AUD CAD. Кез келген біреуін таңдай саласыздар, себебі брокерлер әртүрлі болғанымен график барлық жерде бірдей. Итак, кеттік. Бұл қалай жұмыс жасайды? Менде қазір тұр 1 минуттық таймфрейм. TradingView сайтында тоже мен 1 минуттық таймфрейм қойып қоямын. Индикатор деген жерге өтеміз и жазамыз RSI деп. Сіздерде егерде TradingView сайты орысша болатын болса, сіздерде индекс относительной силы шығады. Менде мысалы үшін мұның ағылшыншасы шығып тұр. Осыны таңдайсыздар. И сіздерде астында осындай пайда болады. Индикатор пайда болады. Мұқият қарасаңыздар, бізде график қалай жүреді? Тура солай бұл тұрған көк линия артынан қайталап отырады. То есть ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұл индикаторды байқағандарыңызда екі зона бар. Бұл көк зона ішкі зона, және оның сыртқы зона перепроданности, асты зона перекупленности. Бізге как раз таки осы екі зона керек. Енді мұқият қарасақ, біз мұнда қандай сигнал береді бізге? Қазір мына өшіп тастайын. Міне бізде қараңыздар, тренд жоғары кетіп барады, ал мұнда керісінше сол точкалары бір-біріне қосатын болсақ, тренд төмен кетіп барады. Бұл бізде дивергенция, яғни екі линия бір-біріне параллельно емес. Жоғары кетіп бара жатқан тренд RSI индикаторында дивергенция болса, бізде кері кететінін айтады. И вот дивергенция қалай зонаның ішіне қайтадан кіріп кетеді, сол моментте біз 2, 3 немесе даже 5 минут төменде сделка ашатын боламыз, керісінше. Тағы да бір мысал үшін бізде міне тренд нисходящий, даже мына жақтан басталған. Тура осы трендті мен индикаторын табатын болсам, ол менде керісінше восходящий. Яғни екі линия бір-біріне параллельно емес, біз сделкаға керісінше кіреміз. Төмен кетіп бара жатса, жоғары кіреміз. Қалай көк зонаның ішіне кіріп кетеді, сол моментте біз 5 минутқа дейін сделка ашып табыстап боламыз. Өте керемет ситуация, егерде, конечно, астында еще үлкен уровень поддержки болса. Яғни уровень поддержки бойынан кері кететінде дивергенция өте жақсы сигнал береді. Тура солай уровень сопротивления мен. Мен мысалы бізде мұнда зона сопротивления бар. Мұнда көрінбейді, бірақ кішкентай бір дивергенция бар. Мысалы мына екі точканы бір-біріне қоссақ жоғары кетті, ал мына екі точканы бір-біріне қоссақ керісінше төмен кетіп тұр. Яғни осының бойынан біз қазір төмен кететінімізге өте жақсы сигнал беруге болатын. Сонымен достар, бұл бізде бірінші стратегия, екінші стратегия бізде объемы. Индикатор деген жерге өтесіздер, жазасыздар объемы деп. Орысша жазсаңыздар да болады, егер сіздер орысша болса. Ағылшынша тұратын болса, сіздерге жазу керек volume деп. Volume деп. И сіздерде мұнда сол жақ бетінде шығады. Қараңыздар, мен өшіріп қойдым, енді қосамын. Яғни осы тұрған бізде объемы. Жасыл немесе қызыл түстерді мән бермей қойыңыздар, біздерге объемы не үшін қажет? Қараңыздар, бізге ең бастысы тренд егерде восходящий болса, объемдар тоже өсіп отыру керек. Біз байқасақ, объемдар ақырын-ақырын құлап барады бізге. И одан бөлек бізде ана жерде, в принципе, уровень пробитиясы болған. Яғни отскок барып, қайтып тренд жолын жалғастырып барады. Яғни бұның арғараты кету үшін көбірек объем керек. Объем дегеніміз былай айтқанда бұл бензин. Мұнда қарайтын болсақ, бізде тренд восходящий болған, но көріп тұрғаныңыздай бізде объемдар құлаған. Одан бөлек бізге еще дивергенция өте жақсы сигнал берген болатын. Яғни осы екеуін қолданып біз мұнда сделкаға төмендеп кіруге болатын еді.